Қытайды шабалағын беріп, бірақ хит болып кету деген әркімнің тағдырын жаза бермейтін нәрсе. Құлаттым да Дана Уайт басын ұстады. Мен очкиімді іздедім да, очкиімді киіп алдым да Дана Уайтқа барып жүгірдім. Машинаға кіріп отырып қасыма қарасам, Қытайдың UFC боясы отыр екен. Айнаға қарап өзіммен тек қана өзіммен сөйлесу болды. Өзің енді елде ондай танымалдықты әлі сезініп жатқан жоқсың? Жоқ. Иә, бірақ Қытайдағы танымалдықтың әсері қалай екен? Сол 5000 адамның тең жартысы мені көру үшін келіпті. Ассалаумағалейкум, құрметті бокс-сүйер, спорт сүйер көрермендер. Бүгінгі қолда подкастымыздың қонағы енді бұл жаңа заманның тынысында Қытайды негізі ұру өте заңмен қатаң жазылатын бір нелердің бірі ғой, жаңа істердің бірі. Бірақ Қытайды шабалағын беріп, бірақ хит болып кету деген әркімнің тағдырын жаза бермейтін нәрсе. Дәл сондай тағдырына жазылған еңбектің артында бір үлкен бір себептерін алып, үлкен тәуекелге барған Амантаев Мұхаммад бауырымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Қош келдің. Сенің жаңағы Эр-Рияд, Сауд Арабиясының Эр-Рияд қаласындағы пауэрлифтингтен дебютің болды сияқты. Иә. Сол дебютта Қытайдың жұлдызын светін өшіріп жіберіп, біздің тілмен айтқанда, иә. Сөйтіп елдің абыройын көтергеніңді көріп бір қуанған болатынбыз. Қалай дегенмен де, бірақ біздің өз елімізден қарағанда да Қытай елінің енді жұлдызын ұйықтатқан себепті Қытайда бірден атақты болып кеттің. Енді мына жақта тек қана Қытайдың ішінде не болатқандығын білетін адамдар ғана сенің бүкіл пиарыңды, өмір тіршілігіңді біліп отыр, бірақ мына қазақ аудиториясы енді өзімізге тер сынды білген неге дейді ғой, қазақ аудиториясы сен жайлы көп нәрсе білмейді. Сенің қайдан келген, бұл не бала, бұның базасы қандай деген сұрақтар болып отыр негізінде. Енді бүгін подкастымыз осы. Қош келдің деп айтқым келеді. Өзің қай жақтың тумасысың? Бізге бәр нәрсе қызық сен үшін. Өйткені біздің тілмен айтқанда сен чөміл ашатқасың. Иә. Ондайлар апасына болады. Сол үшін өзің жайлы толық айтып кетсең. Иә, ассалаумағалейкум. Барша спорт сүйер қауым. Сізге біріншіден көптен көп рахмет осы жерге шақырып жатқаныңыз. Біз енді қазақтағы барлығымыз қарапайымыз ғой. Біз үшін кішкене непривычно дейді, сондай болып жатыр. Бірақ Аллаға шүкір, солай маңдайымызға жазылған екен. Мен өзім Көкшетау қаласының тумасымын. Жасым 25-те. Қосшы қаласында өскем. Содан кейін Астана қаласында былтыр шапалақ шоу өтеді. Power slap. Power slap емес, шапалақ шоу деп айтады. Шапалақ шоу, иә. Сол кезде үйде жатырмын. Ақша түспей жатыр жұмыстан. Бір көмір алуға, сосын әкем машинасы тұрып қалған ғой. Иә. Жүрмей. Соған бір 200 теңгедей керек деп үйде жатып ойланып отқам. Сол кезде телефонға бір сообщение келеді. Ашып қалсам, добрый вечер. Мен рилсқа видеолар сала беремін ғой. Инстаграмнан көріп, соны жазған, добрый вечер, шығатын желание бар ма дейді. Қанша төлейсіңдер? 200 теңге төлеймін. Керек болып тұрған соң. Мен келе жатырмын дедім. Астанаға бардым, барсам 3 жекпе-жек өткізу керек екен, 200 теңге ұту үшін. Бірінші жекетпен тұрдым. Бірінші ұрды ол. Бірінші қабылдадым. Жақсы ұрды ол жігіт. Екінші болып мен ұрғанда жағын сындырып жібердім ол. Бірінші соққан сыра. Екіншісі үлкенірек кісі болды, салмағы да дәу. Ол кісі қатты тұра алмайды екен. Одан да бірінші қабылдадым ударды. Ол ұрды, одан кейін мен ұрдым, ол кісіні жарты сағат ояттық. Ойбай. Үшіншісі мен шықпаймын деді, сонымен 200 теңгені алып үйге мәз болып қайттық. Сен Димитрол деп айтар екен ғой, ұйықтататын бәрін ұйықтатып келатыр екенсің ғой. Сөйтіп, иә, үйге келіп мәз болып, ақшаны беріп, көмірді алатын алып, сөйтіп үйде отырып 3 ай өтті ма? Главное, көмір нормальный көмір болды, жаңағы Шубаркөлский походу. Красавчик. Сөйтіп үйде жұмыста отырдым. Жұмыста отырсам бір телефоныма звонок келді. Алло, иә, осылай. Мұхаммед па? Иә, Мұхаммед. Осындай Дана Уайттың Power Slap деген лигасына хабарласып тұрып. Шығатын жаңағыдай контрактқа қол қоятын нең бар ма деді. Желание бар ма деді. Мен айттым, WhatsApp-қа жібере сал. Мен серьезно қабылдаған жоқпын негізінде. Пранк па деп ойладым, бір шетінен деші. Ойнап тұрма деп ойлап тұрмын да. Сөйтіп жарайды, қазір WhatsApp-қа жіберем деп енді ашсам, кәдімгідей UFC-дің несі ғой. Иә, UFC-дің командасы айналса ғой, Power Slap-пен. Иә, UFC-дің командасы астында с уважением UFC деп жазылып тұрады, кәдімгідей нелермен, печать мөрлермен. Деп кішкене ойланып қалдым. Рас па? Ойланып тұрмын деді, Дана Уайтпен бір видео жүрсі, сен бітірдің демедің ба? Красавчик. Сөйтіп, болды онда дедім. Қай салмақ деді, ең жеңілі қандай?
70 деді. Болды, 70 болса 70 кеттік. Мен я в игре дейді ғой былай. Болды, кеттік дедім. Сонымен күттік, біраз күттік, бір рет визаға тапсырып, визада ала алмай қалдық. Бермеді ма Америкаға? Берген жоқ. Өйткені бір рет шетелге, бірінші рет шыққаным осы. Иә. Пауэрлифтингтен шыққаным. Жақсы. Риядтан бастапсың. Иә, Риядтан, құдайға шүкір сол. Өзімізге жаңағындай бөтен жер емес деп ойлаймын. Сөйтіп маған осындай сізге. Все, анау Иманбек бар ғой шақта біздің анау Грэмми алған Иманбек. Бірінші шетелге шыққан Москвадан барып нені алып кеткен ғой, Грэмми алып кеткен ғой. Сен де соның жолы ғой, примерно просто спорт жағынан да. Сен де бардың, пауэрстопқа бардың. Дана Уайттың өзі келген шоу, Риядта еще Туркали Шейх ұйымдастырып отқан шоулар ғой оның бәрі негізінде. Келдің, бір шабалағын бердің деген сияқты светін өшірдің. Вообще керемет. Негізі солтүстіктің жігіттері мықты дейді, құдайға шүкір. Негізі жалпы бүкіл қазақ жігіттері мықты ғой негізі. Аллаға шүкір. Иә. Сөйтіп сенде осындай соперник деді. Не жіберді, контракт жіберді, осындай Жао Хонганг па сондай аты. Болды дедім да, дайындықты бастадым. Оны ақтарған жоқса кім екенін ұқпайсың? Танымаймын. Тренер жоқ. Жалғыз өзім. Жұмыстан кейін таңертең тренировка істеймін. 13 килограмм тастадым сол кезде. 13 килограмм қудым. Бір ағам бар, немен айналысады, фитнеспен. Сол кісі салмағымды осылай бақылады. Қалған барлығын өзім дайындалдым жаңағы. Резинка тарттық, шапалаққа қалай дайындалу керек деп білмейміз ғой. Иә. Ондай өзіміз білетін бокс. Тарихта жоқ қой біздің енді шапалақты тек қана бір енді өмірімізде бадядан жек көргеніміз бар. Иә. Оны қалай өру керек екенін де білмейміз дейсің ғой. Иә. Сол жаңағындай бокстың тренировкаларын істедік енді ақырын сол мойынды качать етіп мойынды дайындап қатты дайындап жібердім. Негізі базам бокс. Иә. Қанша жыл бокспен айналысың? Осы жер айтпайыншы, өйткені көпшілік осы сұрақ қызық болып отыр да, маған да қызық болды. Иә. Ол мынандай нәрсе ғой. Негізі қызық бұл. Менің спортпен айналысқан өзіме де қызық. Екінші сыныпта бізде Қосшы деген қала кішкентай еді. Бәрі бір-бірін таниды. Бізде бір-ақ секция болды, бокс деген. Болды, басқа дым болған жоқ. Үлкен кісі болды, тренер. 90 бала далада, поледа жиналамыз. Іште ортасында ағай бірдеңе естілмейді. Дауыс естілмейді дейсің ғой. Бокс дейді. Ал төбелес бастап кетеміз. Стоп дейді. Сөйтіп тағы бірдеңе. Бокс дейді. Бастап кетеміз. Сөйтіп ақырын іріктеледі ғой. Иә. Сол іріктелгендердің соңына дейін барған деп ойлаймын. Иә. 2 рет жаңағыдай Айбек Нұрбектермен бірге областной жарыста шыққанбыз чемпионат. Жақсы. Бірақ қатты бокстастым деп айта алмаймын. Бірақ жарыстарға қатысып жүрдім, иә. Сөйтіп Көкшетауға 9 сыныпта кетіп қалдым оқуға. Спорт және физкультураны оқыдым. Сол жерде 2 жыл тренировкасыз жүрдім. Өйткені студенттерді қабылдамайды екен да ол жақта. Местный адамдарды бала күннен бастап қабылдайды екен. Сөйтіп жүрдім. ММА деген нәрсені естідім. ММА деген ол кезде 16-17 жылдар Конор Макгрегордың несі жүр ғой. Иә. Аты жанып атқан кезде. Болды, ММА-ға барайықшы, көрейікші деп. Конордың атын дүркіреп тұрған елге мәлім дейсің. Иә, бүкіл әлемге мәлім ол кезде. Иә. Сөйтіп көрейік деп барып 2 жыл 4-ші курс біткенге дейін сол жерде айналыстым. Нариман деген ағайымызда, Қуандық деген ағайларымызда айналыстық. Сол кезде қызық біздің залымыздың біз 2-ші қабатта айналысқан кезде 1-ші қабатта Шавкат айналысатын. Бірінші қабатта Шавкат айналысады, 2-ші этажда біз айналысамыз. Сөйтіп кикбоксингтан да шықтым. Панкратионнан да шығып көрдім. Жалпы негізі төбелестің бәрінен шығып көріп жүрсің. Төбелесіп көрдік, иә. Бірақ областной уровеньде ғана шықтық. Студент болғаннан кейін анда-мында көп бара алмаймыз. Қосшы мен естуімше, ол жақта сол көп байытыстардың рингтің болмаса жаңағы шердог, болмаса бокс рингтен бұрын көшедегі рекордтар көбірек деп естігем да. Көшеде көп төбелесетін жер. Көшеде көп төбелестік, иә. Болды ма осындай жағдайлар өзінде? Көп болды. Көп болды ма? Ол жақта ол енді братандар бар ғой, обязательно көрсе төбелестірмей қоймайтын, иә. Өттің ондай да? Көшедегі рекорд қанша болып тұр қазір? Ондай жоқ па? Жоқ, біраз ғой. Иә. Бізде өзі енді жаңағыдай Қазақстанда көп қой талантты жігіттер, спортшы жігіттер, жүректері мықты жігіттер жаңағыдай. Сен ойлаған шығарсың, Қосшының жігіттерімен төбелескен ұйықтамаған, мына Қытайдың ударына ұйықтайды деп ойлайсың ба деген, ол да бір мотивация ғой негізі. Иә. Жаңағыдай бір ағамды айтқан болатын, Қытайдан ұтылсаң енді келме деп ше. Сөйтіп Қосшыға кіретін қиын болар еді ғой, иә, сондай болды. Ойбай. Сөйтіп жаңағыдай Көкшетауда сол спортпен айналысқаннан кейін карантин басталды 20-шы жылдары. Қосшыға қайтып келіп оқуымды бітіріп зал аштым жас балаларға. Өзің зал аштың, иә? Ол кезде бізде өйткені Қосшыда андай халық қазір көбейіп жатыр. Астананың жаны болғаннан кейін, ыңғайлы жер болғаннан кейін
және уже 5 жыл болды қала статусын алғанына. Барлығы келіп жатыр да. Сонымен қатар жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Жаңағы есірткі не сату қатты көтеріліп кетті сол жақта. Сөйтіп бір екі баланы болсын сақтап қалайық деген немен мақсатпен зал аштық. Сол залды ашқаннан кейін болды, мен спортты кішкене қойдым. Балалармен айналысуға ғана бастадым. Содан кейін мен осылай енді қайтадан спортты бастау керек болып 25 жасыма келдім. Керемет. Өте андай в разгаре дейді, сондай жастамыз қазір. Енді мысалға өзім әуесқой боксқа да шығып көрдік, кәсіпқой боксқа шығып көрдік та, енді одан сенде ол бокстың бірге бір шығу деген нәрсе де бөлек қой. Оның психологиясы бөлек та, бірақ енді шапалақ деген тема біздің қазақтардың миына әлі дұрыс кірмей жатыр да, ол оны қабылдаймыз, қалай еще былай өзің бетіңді тосап беріп тұрасың деген әңгіме. Енді былай христиан дінінде білемін, бір бетін дұрса екінші бетін дұрыс деген сияқты ол қағида бар да. Біздің шариғатта да ондай да жоқ қой, бір удар берсе бір удармен жауап беруге болады деген нәрсе бар бізде. Қазақтардың үстінде вообще бірден сөйлесіп салған тоже ада бір айтса да, мысалы былай қарасаң. Жекпе-жек алдында психологиялық дайындық қалай болды вообще? Былай бардың, пауырлеп, өңкең зизлардың арасында жүрсің, риядта мандраж, кішкене уайым бар ғой қалай дегенмен. Қалай болды? Қалай жеңдің? Ол былай болды. Мен келдім риядқа. Аллаға шүкір, енді сол Арабия елдерінен басталғанына. Ол жақта жаңағыдай білесіздер, алкоголь деген нәрсе жоқ. Түстім, түскеннен кейін үлкен джиппен қарсы алып, қолымнан сумкамның бәрін алып неткен. Мен үйреншікті жағдай емес та. Отырдым, түсінбей жатырмын, отельге келдім, отельге кірдім де номерге кіріп, ең бірінші өзімнен Құдайдан тілеген нәрсем жүрегіме кіргізбесін деген нәрсе ғой. Жаңағыдай, Құдайым, жүрегіме кіргізе көрмеймін андай нәрсені деп. Өйткені аяқты жерге тигізбейді. Соған ет үйреніп қалмас деп тұрсың ғой. Қарапайымдылықта қала берген дұрыс дейді. Сөйтіп номерден шығып жаңа салмақ қуу бар, барлығы өтіп атты. Бойға 2 күн қалған кезде екі омыртқамнан грыжа алып қалам. Қозғала алмай қалам. Содан кейін жарайды, ол да енді бір қайыр, ештеңе етпейді. Шығам. Өліспей беріспейміз ғой енді. Сөйтіп номерден шыққан жоқпын. 24 сағат қалды ма, бойға 24 сағат шыққан жоқпын номерден. Салмаққа тұрдым. Грыжа еще мойында ма? Мойында. Салмаққа тұрдым, 70 болдым, кешке 77 болдым. Кешке 77 болып жинап алдым. Сөйтіп айнаға қарап тек қана өзіммен сөйлесу болды. Өзіммен сөйлесіп тұрамын. Бұл спорт емес деп, спорт емес, бұл шоу. Бұл жерге жаңағындай не деген басқа бөрік тағып алып деген секілді көрсету бұл жерде өтпейді. Бұл өйткені шоу. Шоу болғаннан кейін жаңағыдай американецтардың өздерінің әнімен шығып, Eminem деген бар еді баяғыда, дүркіреп тұрған, соның әнін қосып, және мені бұлар есе сақтап қалу керек. Бұл жерде каждый второй нокаутқа кетіп жатыр. Нокаутпен енді нете алмайсың. Таңғалдыра алмайсың. Бұны басқа нәрсемен. Деп, осы очки деген хит болып кеткен. Жаңағы UFC өзінің основной страницасына да салды бұл видеоны. Да? Мен құлатамда... Осы очки ма? Осы очки. Құлатамда, дай очки, брат, дай очки деп. Сол видео бар. Сол хит болып кетті біздің балалардың. Сен бәрі, просто күннің несін ететін очки ма, или зрениеға ма алдағы? Жоқ, бұл андай заведениялар ішіне кететін обычный очки. Кайф қой, сөйтіп айтып қойды, бөлі зрениесі ашар екен деп. Жоқ, зрениесі емес. Сосын мына жерде Тайсонда бұрында линия болады. Сондай линия жасатып, осылай түрдік бір жаттап алсын деген секілді. Вот, неқта жігіттерге қарап өтеші, жігіттер, тыңдаңдар. Сендер ашуланып күніне 2 рет, аптасына 14 рет тренинг істеп жүрген шығарсың, бірақ сендер дәл заманның күлкі болса, жаңағы бүркіт болып, құмай болып дейді, таз болып шал дейді, дәл осы маркетинг жағын Мұхаммед бауырымыздан үйрену кеңес беремін. Қалай дегенмен де қазір сол тренд нәрсе да. Трендті тізгін тең тартқан өте дұрыс болған. Вообще кайф, очень атап өткім келеді. Сосын дальше қалай болады? Содан кейін шығар алдын наушник киіп алған. Екі жақ неге бөліп тастайды. Көк Google мен қызыл Google. Көк Googleға кірдім, құлағыма наушник киіп алдым да, айнаның алдында тағы да өзіме 1-2 сөздерімді айттым. Сонымен Амантаев деді, мен кеттік дейді. Келе жатырмын, стадион деген толып тұр. Ана жерде Дана Уайт отыр. Музыка қосылды. Бізде 4 қазақ барды қой. 4 қазақтың 3-еуі де жаңағы рухани қазақи өлеңмен шықты. 4-шісі мен американский өлеңмен шықтым. Америкалық өлеңмен шыққан кезде Дана Уайт күліп жүрді маған қарап. Мен айғайлап, шулап, очкимен келе жатырмын, деп сөйтіп келдім да шықтым. Неге жаңағыда шапалақ ұратын жерге шықтым. Биік жерде тұрады, ринг секілді ғой. Тұрдым, Дана Уайтқа қарадым, бүйттім, сөйттім, бой істейін істеп, айғалап, біраз шулап. Содан кейін болды, басталайын деп жатыр. Басталған кезде бірінші мен ұрдым.
енді астанаға шыққанда үлкен жігіттерге шықтым ғой, ұзын жігіттерге. Соған дайындалған ғой. Бұл сөйтсе кішкентайлау екен. Иә, басын жоғары жағын тиіп қалдың ба? Иә, мына қабақ жағын тиіп, мына сүйегін сындырып жіберіппін ғой. Сын кетіп па сүйегі? Қазір 2 жыл спорттан алып шапалақпен сүйек сын кетіп шапалақпен ұрған кезде жұдырықпен ұрсаң не болар еді деген ойлар келіп отыр да қазір. Иә. Сонымен в общем, бізде бокста развернутый деген бар ғой, боковой. Сон траекториясымен ұрған ғой. Үшіншісінде түсіндім, кішкене кружкамен ұру керек екен. Сол қолмен ұстап тұрдым да, сөйтіп кружкамен қатты да ұрған жоқпын да. Еще мына сүйекке келген шығар көбі. Көбінде мына кетіп қалса күш болмайды ғой, мына жерден, осы жермен ұрған кезде терең ұйқыға кетті. Сол кезде бірінші очередь Дана Уайтқа қарадым. Дана Уайт басын ұстады. Планды бұздың деген шығар. Иә, өйткені Дана Уайт соған ставка қойған. Қазақты подмясы, анау дүркіретеді. Вот осы нәрсені түсінген өте керемет болған. Өйткені ол қазір енді шындығына келгенде Қытайдан ана жақта 1,5 миллиард халық, мына жақта 20 миллион халық. Бұл жақта пауэрстоп не десең жейтін нәрсе ме деп тұрады, халық әлі ондай түсінбейді. Ал Қытайда уже ол теманы түсініп қойды. Ананың артында миллиондаған подписчик бар, и Дуин дейді тиктогында, хит адам, дәл енді оның накруткасымен айналысу оған оңай да. Қазақ сен ойлады да ол қазір. Бірақ Дана Уайттың планын бұзған бірінші қазақ деп айтсам болады, сен красавчик. Мен енді UFC-дағы жігіттер болсын, пауэрстопқа келетін жігіттерге болсын, тоже айтарым, мысалға, дәл бізде енді бұл аш әңгіме, кейбір кезде енді мен де айтсам, мысалы, сен не қазақи әнмен шығып қалдың деген сияқты елдің де түсінбеуі мүмкін да, кейбір қазақтар не болды, басқа емен шығып кеткен не істеген сияқты түсінікті. Ол көп бойцтердің миында жүрді әлі сондай. Америкада жүрген 4-5 жыл болған қазақтар бар, әлі қазақша сөйлеп жатады. Иә, отан сүю керек, өз тіліңді біл, өзге тілді құрметте. Базар жоқ. Бірақ сен кімнің әнін жесең соның ән айтасың дейді қазақта. Сен сол жақта сол елдің атын сондай бір промоушндарға төбелесіп отырсың ба? Кешіріп қоясың, өзің тілін біліп тұрсаң біліп тұр. Пока сенің артында нормальный подписчик, нормальный фанаттар жиналмайынша, сен ағылшын тілінде сөйлей бер. Қытай тілінде сөйлей бер. Кейін сен оларға дәлелдеп болғаннан кейін олар сенің тілінде сөйлейтін болады да. Ниет солай болу керек та. Былай мен жоқ басынан бастап сен ешкім танымайды, 5-6 адам дайын шығар сол жерде. Сен қазақша сөйлеп жатсаң, Дана Уайт сені крест қойып тастар еді. Дұрыс па? Сен шоу көрсетпесең, Дана Уайтқа сен ешкім қызық емес болар еді. Даже ұйықтап тастасаң да. Бірақ өте мен сыртынан қарап отырмыз осы теманы тақырып түсіне танудың артында өте дұрыс шақтар істелді да. Ағылшынша әнмен шыға салдың. Иә, мына жақта енді ұлт жағында деймін, жігіттерге түсінбеуі мүмкін. Оларға да реніш жоқ. Енді олар әлі ондай темада өтпеген да. Өйткені адамның рулық деңгейдегі адам болады. Өз руының деңгейінде ғана, ана рулардан қарап біз руымыз жоғары деп айтатын адамдар болады. Ондайлар бар біздің. Рулық деңгейдегі адамдар, онымен сол тема деген адамдар артық сөйлесе алмайсың. Оларда елдің қамы жайлы сөйлесе алмайсың олармен. Одан кейін уже ұлттық деңгейде сөйлесетін. Осы қазақ ұлттың деңгейінде сөйлесетін адам бар да. Сосын уже адамгершілік деңгейінде сөйлесетін. Ол уже ұлт басқа нәрсені таңдамайды да. Әрине бәріміз ұлтымыз қазақ, жаңағыдай қазақ үшін, елім үшін, жерім үшін деген нәрсе біздің жүрегімізде бар, имандылық деген тема бар. Бірақ уже ар жағында уже адамгершілік. Қытай болсын, американец болсын, олардың бәрі адамгершіліктер негізі жақсы ғой көбінің. Соны осы подкастымызда да, біздің подкаст негізі сол артымызда келе жатқан жас спортшылар бар, сенің көріп жатқандар бар. Соларға бір кішігірім пайдасы тисін деу ретінде істеп отқан ниет қой. Осы сендегі шақтардың дұрыс істелгендігі. Соны айтып өткім келеді жігіттер. Ұмытпаңдар. Прямой ешті жазыңдар. Подписаться етіңдер, ол саған күнде подкастқа келіп айтып отырмайды. Красавчик. Дальше. Сол Дана Уайттың алдына келіп бірінші жаңағы Қытай қолмен кірпіш сындырады ғой, шапалақпен. Кірпіш сындырып келе салып қолмен. Бола ма негізі олай істеуге? Сондай шоу ма? Шоу ғой. Анандай гаечный ключтарды қолмен майыстырып, бүйтіп сөйткен ғой. Сосын құлаттым да, Дана Уайт басын ұстады, мен очкиімді іздедім да, очкиімді киіп алдым да, Дана Уайтқа барып жүгірдім. Ол кезде жаңа трансляцияда не болады, повтор. Дана Уайт сен жүріп жатқан қашқан жоқ па, ол қорқып кеткен жоқ па екен? Дана Уайтқа жүріп қасында не бар? Переводчик. Дана Уайтқа айттым, Дана Уайт сен так больше не делай, былай істеме, қазақты под мясо жібердім. Бізде казахская школа бокса №1 в мире дедім. Әлем бойынша бірінші орында дедім. Факт қой қазір. Сонымен айттым, сен мені есіңе сақтап ал, мен 70-ті біраз шулатамын әлі дедім. Сонымен болды, сен есімде сақтадың бауырым, осылай істедім. Ренжіме кешіде деген жоқ па? Сонымен мәз болып қайттық, енді шығып сразу номерге апарады ғой. Неге машинаға кіріп отырып қасыма қарасам, Қытайдың UFC боясы отыр екен. Ли деген. Хамзатпен төбелескен кезінде. Сол жігіт отыр екен. Сол жігіт жаңағы мен қарсыласымды қолдауға келген ғой.
сонымен ол жігіт мені құттықтап қатты тұрады екенсің, бүйтеді екенсің, сөйтеді екенсің деп Қытайдың тиктогын аш деп сол жігіт айтты маған. Қасында переводчик бар, сол айтты. Қытайдың тиктогын аш, сен дәл қазір тұрған кезде қатты дүркіреп жатсың. Өйткені бір адам жаңағы жауап қойған, мен қарсыласымның құлағанын, мен шапалақпен құлатқанымды салған видео 100 миллион просмотрға сразу кетіп қалған ғой. 100 миллион просмотр. 100 миллион просмотр. Олар үшін ол қатты не емес. Былай қарағанда мен енді Қытайдың ішіндегі таныс тамырым бар, солардан інішектер бар, солардан сұрадым. Жаңа Жаухун ба? Жаухун жақсы көретіндер де көп екен, жек көретіндер де көп екен да. Өйткені оны бүйтіп ұшып жүреді ғой, олардың айтты кунг-фуларын жақсы көретін бар, жақсы көрмейтіндер де бар да. Ол дәл біздегі сияқты ғой, жанкүйерлерде. Жек көретін адамдар үшін бір сен олардың бір қышып тұрған жерін қасып бергендей түсі болды да, рахаттанды да, олар көрді да, міне саған кунг-фу көрмеспейді өмірде деген нәрсе. Керемет. Содан кейін жаңағыдай Қытайдан адамдар шықты маған, сөйтіп Қытайға кел деді. Қытайға бардым. Жаңағы өзің аштың ба или кімге ашқыздың? Дойыңды бір жігітке аштым. Иә, ашқыздың. Көп адамдар жазды. Бірден амал еттің. Аш деген ақылына амал еттің, дұрыс сен. Көп адамдар жазды, жаңағыдай қандас бауырларымыз бар. Солар жазды, дойың ашып берейін деп. Көп болып кетті. Сол арасынан біреуін таңдадым. Бір жігітті, сол жігіт ашып берді. Біраз подписчик жиналды. Қанша, кәдімгі мен білсем 200 мың деп. 200 мың подписчик бар. Қазақстанда Инстаграмда қанша подписчик? 3 мың. Қараңдар, қазақ елі, Қытайда 200 мың подписчигі бар, Қытайда қазақтар бар, сосын Қытай жұрты бар. Ал өзімізде бірінші тауларды күнде көрсең де биіктігі байқалмайды дейді. Өзіміздің арамызда осындай еншек бауырларымыз бар. Қолдау керек. Қолда подкастының мақсаты осы, қолда. Бірінші бізді өзіміздің ел танысын, өзіміз ел көтерсін, ол бізге бір шабыт береді негізінде. Қолдау береді да. Сосын шетелді де болады. Ал сен енді сенің жолың өте қиын жол, негізі шетелді бір таныттың да. Керемет. Сосын сіздерге сол көп рахмет, осылай қолдап жатқандарыңызға. Енді тағы осындай бір сұрақ. Енді Қытайдағы, енді өзің енді елде ондай танымалдықты әлі сезініп жатқан жоқсың? Жоқ. Иә, бірақ Қытайдағы танымалдықтың әсері қалай екен? Қытайға қаншаншы рет бардың осы жолы? Екінші рет бардың. Екінші рет барғанда тіпті уже танымал екенді өзің сезіндің, негізі мен шынымды айтсам әлі қабылдай алмай жүрмін. Бір түс сияқты болады, иә? Бір қарапайым отбасынан шыққан адам болғаннан кейін кішкене қабылдай алмай жүрмін. Барған жерде бір осы екінші рет барғанда бір 1000 адаммен суретке түскен шығармын. Және бір турнирге қонақ ретінде шақырды. Сол турнирге қонақ ретінде барған кезде 5000 адам толды Алтайда. Сол 5000 адамның тең жартысы мені көру үшін келіпті. Сол жерде суретке түсіп, турнир біткеннен кейін енді шығып бара жатсақ шығу мүмкін емес болып кетті. Барлық жолға жан-жақтан сондай не болып кетті да, суретке түсейік, үйтейік, бүйтейік деп мені жаңағы сол жерде төбелескен жігіттер қыздырынатын бөлмеге тықты. Сол бөлмеге тыққан кезде анау 4-5 адам есікті ұстап тұрса да бәрі кіріп келіп терезеден қаштық. Терезеден қашқан кез болып, сондай қызықтар болды. Әркім жаңа дойында маған вызов тастап жатыр, UFC-де төбелескендері бар, оларда GCK деген лиганың чемпиондары бар, жаңа барлығы вызов тастап жатыр. Енді Қытаймен контрактқа отырып келе жатқан түрім 2 жылға. Иә, рахмет. Сол 2 жылға енді үлкен жауапкершілік артымда. Осы көк туымызды, елімізді сол жаққа барып танытуға дұрыстап дайындалып, артық жұмыстың бәрін тастап, соған қолға алайын деп жатырмыз бұйырса. Өте дұрыс. Сол енді ол жақта атмосфера бөлек. Көшеде келе жатсаң, қолдарын бүйтіп Амантаев. Негізі атым Мұхаммед қой. Олар Амантаев деп кеткен да. Өйткені Амантаев бізде бірінші жазылады ғой. Иә. Сөйтіп туыстарым да қатты қуанып жатыр, сен атаңның атын түгел қытайлықтар айтып жатыр деп. Иә. Сөйтіп өте қатты андай жақсы әсер алдым. Қазақтар, ол жақтағы қазақтар өте қатты қарсы алды. Жылқы мінгізді, шапан жауып, өте қатты қолдады. Ояқтың қазақтарының қонақжайлығы, қазақылығы өте керемет. Бір елде жүргеннен артық бір сезім аласың ғой, Сол, содан кейін неше күн болдым? 10 күн болдым ба? 10 күн бойы қасында жүріп, қызмет жасап. Енді мынандай нәрсе да, қара, енді тағдырдың жазуымен өзіңнің бір сол дұрыс істелген себептерің байланысты осындай Қытай еліне танымалдыққа келіп отырсың. Енді
болатты қызған кезде соқ дейді ғой. Ку железо пока горючо дейді ма орыстар? Келесі осы танымалдықты пайдаланып, осының үстінде не істеуге болады екен деген бір ойлар шешіп келдің ба? Мысалға, біреу өзінің жеке бренд киімдерін шығарып жатады, біреу жеке бір тағы бір нәрсесін шығарып жатады. Сосын алда уақытта мысалға бір ММА болмаса бокс, кәсіпқой бокс промоушндарынан шықсам деген бір ой бар ма? Бар әрине. Және бүкіл қытайлар очкиімді сұрап жатыр да мен. Көзілдірік сұрап жатыр. Сол жақпен да бір жұмыс істеуге болады. Және жаңағыдай кәсіпқой бокс деген. Бұл очкидің бір құдіреті бар іздеп жүрген шығар олар. Очки кисек бізде күшейіп кетеді жарымыз, шапалағымыз мощный болады шығар деп. Сол жаңағыдай кәсіпқой бокста да өзімді қатты күшін сынағым келеді. Өйткені бала күнімізден жаңағыдай Геннадий Головкин ағаларымыздың бойын тағанға тең ерте тұрып әкемізбен бірге көріп, соның бәрін сезінгім келеді. Сондай алда жоспарлар бар бұйырса. Бірақ енді мысалы қазір енді оларда JCK бар, тағы да бір промоушндар келіп жатыр, ММА қарқынды дамып келе жатыр. Бірақ кәсіпқой боксқа да көңілдері негізі жақсы бөліп жатыр бұлардың. Бір кездері Холлифилд шақырды, одан кейін таған бір Фрейзер ма форумға біреу келіп кеткен бір кездері. Мен білемін, өйткені осы масалада болғаннан кейін, сосын Хайкоу, Хайнян дейтін қалалар бар, осы сұрақтарында бокс кештері өтеді көп. Саған енді ММА-ден де кәсіпқой бокстан да ұсыныс түссе қайсысын қабылдар едің? Осы контракттың ішінде дәл солай жазылған. Екеуін де таңдадым. Екеуінен де шыға берем дедің? Екеуінен де шыға берем дедің. Бауға болса бауға, сайға болса сайға дедің ғой. Өйткені бірінші маған вызов тастаған UFC-дің бывший боеці, бұрын UFC-де төбелескен JCK-дің чемпионы. Маған айтты, екеуміз шығайық деді. Мен айттым, мен қорықпаймын, шығайық. Бокстан шығайық дедім. Ол бокстан шықпаймын деді. ММА-ға жүр деді. Мен айттым, мен сенен қорықпаймын, онда кеттік. ММА болса ММА деді. Енді бұйырса көктемге ыңғайлап отырмыз соны. Енді бокс, базаң бокс екен білем, бірақ енді ММА-ге қалай жақындығың қалай? Дайындық күрес жағы, партер, одан или әлі де жасап үлгерем деп? Үлгерем деп сенімді айта аламын. Иә. Өйткені қазір бірнеге Қосшыдағы көшедегі төбелестің опыты бар. Иә. Ол нәрсе және психологиялық тұрғыда кішкене жаңа 99-да 9% сенімді болып, 0,001% сенімді емес болып қалсаң, сол жеңіп кетеді да. Дұрыс, өте дұрыс. Психологиядан 100% мида тек қана миға тапсырма тек қана жеңіс. Иә. Өте дұрыс. Жеңіліс туралы ойламаймыз. Жеңіс алға өйткені біз сенімдім қолдарының соққыларына. Өте дұрыс. Ол психология, ол үлкен кәсіпқой спортта да өте үлкен нәтиже береді. Көп, мысалы, былай қарағанда мен айтам, енді Гена деймін да, мысалы бір турникке мүмкін 100 былай да, мысалы 100 талдыратын жаға там жимді жатып бір салмағы 72 болып жүрсе бір 110-ды көтеретін шығар, бір 110-ды бір қанша рет көтереді екен, бір 10 рет көтерді деші мейлі да, мысалы. Бірақ ондай адамдар көп қой жер бетінде. Одан көп көтеретіндер бар да. Бірақ Гена 72-те 1 болып тұрды ғой. Значит, ол бұяқта физиканың вообще қатысы жоқ та. Физикасы одан мықты жігіттері бар, бірақ психология да бұяқта. Яғни ол өзінің жаңағы сондай бір жекпе-жектерге шыққан кезде өзін сақтай алуы, психологияны реттей алуы, өзінің қорқынышын жеңе білуі. Ода қойын мен Майк Тайсон айтты, мен қол алжаймын деді, ол мен де қорқамын деді. Бірақ өзінің рингқа кіргенде бірақ оның бәрін ұмытамын деді. Осы нәрселерді біліп отырды. Дәл сенің де психологияң, ол чемпиондардың психологиясы негізі тек қана ұту деген ойлап тұрған. Яғни тек қана сол үшін дұрыс қадамдар жасасаң болды. Өте керемет, өте керемет. Осы жайлы көп мына жастарымызға көп негізі насихат айту керек. Біз көпшілік ойлайды, негізі UFC-ға бару үшін, болмаса Америка кәсіпқой боксқа бару үшін анау бір күшті витаминдер ішу керекпіз, бір анау бір күшті залдарда ғана темірмен көтеріп дайындалу керекпіз. Бізде ондай жоқ деп ойлайды да. Сендердің залдарында бәрібір деп ойламаймын мен. Негізінде мен көрдім бір егер кәдімгі қарапайым ауылдың залы. Ояқта бір фитнес залдың темірлері, болмаса соңғы үлгідегі бір ноу-хау, бір нелер жоқ. Тек қана сол аннан көрген, мындан көрген нәрсені істеп қайталау. Жер үйдің ішінен балаларға салып берген жаңағы тағы бір қызық. Қытайлықтардың арасында мені ұнатпағандар басында көп болды. Ой, Амантаев былай, Амантаев солай деп. Содан кейін дойын ашқаннан кейін дойынды жүргізіп жатқан жігіт осы Алматыдан Қосшыға шақырып алдым. Мен ушу саньда деген спорт түрінен дайындаймын балалар. Ол Қытайдың спорт түрі. Ушу саньда деген өте өзіме ұнамды спорт, Азия ойындарына кіреді. Қазақстанда қазір приоритетный вид спорта дейді ғой, солардың ішіне кіреді. Сол жер үйдің ішінен салған залымды көрсетіп видеоға. Балаларымның бәрінің үстінде ушу саньданың формасы. Және мына жерлерінде Chinese ушу
Federation деп тұр ма? Қытайлық ушу федерациясы деп тұр. Соны видеоға көрсетіп, дойынға салған кезде, Қытайдың тиктогына салған кезде, барлық Қытайдың беті бері қарады. Ұната бастады, содан кейін жаңағындай өтірік сөйлеген жоқпын, бірақ шының ғой, бала күнімізден сол Қытайдың киноларын көрдік қой жаңағы. Джеки Чан бар, Джет Ли бар, Брюс Ли бар. Солардың бәрін киносын көріп өстік деп, сол айтам ғой. Оған да қатты марқайып қалды, олар да қатты мәз болып. Сөйтіп, қазір Қытаймен ара қатынасы өте жақсы. Енді болашақта одан да қатты қуантамын деп ойлаймын. Екі жақты да екі жаққа бір көпір әрине жұмыс жасайын деп ойлаймын. Әрине, енді бізде енді қазақтың ішінде енді Қытайға қатысты көп жақсы сөздер жоқ қой негізінде. Иә, біздің енді анау қазақ сөзі бар, қорыққанға қос көрінеді дейді. Жаман нәрсе ойлай беруге бізге керек емес та негізінде. Кезінде мынау енді Қытай десе, ой Қытайға безвизовый режим ашылғалы бері ой Қытайға қаптап кетті ғой. Алматыда Қытай өте көп қазір. Орыстардан ғана Қытай көбірек көресің. Қытайдың мәшинесінде жүреді. Сөйтіп демалыс орындарының бәрінде Қытайлар жүр. Бұрында қазақтар тауға барып Қытайлар сол біздің тауларда жүр қазірше. Демалып жүр. Сосын енді қара Қытай қаптап кетті, басымызға бәле болады деген уайымдар да бар көп қазақтың. Бірақ енді ол қалай айтсам болады, мына жүректегі біздің енді қазақ атауымыз батыр болған ғой, мысалы. Кезінде Қарт Қабанбай атамыз білесіз, Қарт Қабанбай атамызға да осылай бір хабаршы келіп, ой Қарт Қабанбай жау шапты, Қара Қытай шапты деп. Сөйтіп енді бір ойлаған, қазір басын шабамыз, қиратамыз деп айта ма деп ойлаған ғой деймін. Сөйтіп Қабанбай батыр ойланып дымқасып кеткен ғой былай. Бүйтіп ана ойланып қалып, маған сеніп кетті, мынау өзі дымқасып кетті ғой деп. О, Қабеке, не ойланып кеттіңіз десе, олардың бәрін қайқа көмеміз деп айтады дейді. Анау дух сондай болғанда біз қазір білмеймін енді көлеңкемізден қорқатын қазақ болып кеттік қой, не болып кетті? Кірсін, олар енді біз бірақ өз ұлтымыз, біздің өзіміздің жаңағы салт дәстүрімізге, тілімізге, дінімізге берік болсақ, олардан бізге ешқандай қауіп жоқ негізінде. Олар келеді да бізден керісінше үйреніп кетеді. Ал егер енді біз жылтыраған нәрсенің артынан кете беретін болсақ, бір не дейді жаңа еліктегіштігімізді тым өзіміз егерамайтын болсақ, әрине ол кезде бізге Қытай ғана емес, бізге әр нәрсе қорқынышты болар еді да, мысалы. Енді әлемде негізі шекара жоқ дейді, өйткені интернет бәрін ашып тастаған. Сен 24 сағат Американың ішінде не отқанын көре аласың, Қытайдың ішінде не отқан ба, оның мәдениетін қазір мәдениеттер араласып отыр қазір. Негізі шекара жоқ жер бетінде қазір. Былай қарасаңшы, қай елді онлайн режимде көргің келсе де лайф демен көре аласың. Яғни ол деген не? Қазір шекара жоқ. Ал егер сен егер ұлтыңды, жаңағы ұлт жандылығыңды, жаңағы қазақилығыңды, құндылықтарын сақтай алмасаң, шекараны ашыпса, егер олар уже кетіп қалатын болса, нені қорғайсың сен? Вот мен сол үшін айтамын, Қытай келсін, бірақ Қытай келсе ол қонақ қой. Ол біз егер өзіміздің кім екенімізді ұмытпасақ, олар өздерінің қонақ екенін ұмытпайды. Вот сен дұрыс айтып отырсың. Екі ортада көпір болып, наоборот керісінше біздің қазақтың қандай батыр екендігін көрсетіп отырсың да оларға. Қандай қарапайым, қонақжайлық, оның бәрін дұрыс өте маркетинг. Негізі біздің спорт туризм маркетингінде осындай нәрселерді қосу керек. Жаңа сен келіп қосшыға шақырып, жаңағы видеоларды түсіру арқылы сенің қандай қарапайым екендігіңді. Біз қазақ андай бұл андай бір нацистік позициямыз жоқ екенін көрсеттің да? Мына жерде қытайша жазу бар. Киімдер киіп жүр, мен көрдім. Шындығында біз Брюс Ли мен Джеки Чанға өзіміз еліктеп өстік мысалы. Осыны көрсеттің, ол өте керемет подход. Бауырлар, араларыңызда бизнесмендер бар, өндіріспен айналысатын қаншама бизнесмендер бар. Оларға біз PCA Group командасы атынан осындай өзіміздің генераторларды ұсынамыз. Яғни бұл генераторлар свет жоқ кездерде светті үнемдеу үшін сізге бірден бір көмек ретінде келеді. Сапасы мен және де оның сервисі тұрақты екенін айтқым келеді. Алдағы уақытта біздерден жеңілдіктер болады. Сол жеңілдіктерді өткізіп алмай біздің парақшамызға жазыла кетіңіздер. Және де PCA Power'дың аккаунтында белгілеп кетеміз, оған да жазылып кетіңіздер. Сосын PCA Power'дың генераторлардың бір ерекшелігін айтқым келеді. Қазір елімізге енді кіріп жатқан ноу-хау бар. Ол яғни біздің елімізде газ арзан, яғни свет қымбат. Біздің генераторлар, сол газбен істейтін генераторлар бар, сіздің жарыққа кететін шығыныңызды 3 есе үнемдеуге көмектеседі. Яғни ол үлкен көлемдегі жарықты тұтынатын бизнесмендер және де өндіріс зауыттары үшін үлкен бір жеңілдік деп ойлаймын.
егер оған қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, PTA Power'дың Binance нөмірінде және парақшасында белгілеп кетеміз. Сол жерге жазылып, сұрақтарыңызды толық білсеңіздер болады. Жаңағы енді Қытай білесін, өндірістен енді қазір әлемде бірінші мемлекеттердің бірі ғой. Саған сондай ұсыныс білдірді ма? Бір сенің атында бір брендпен білмеймін, бір шапалақ ойлап шығарайық деді ма? Жоқ, очки ойлап шығарайық деді ма, жаңағындай бір ондай ұсыныстар болды ма? Ондай ұсыныстар болған жоқ. Бірақ өзім былай байқауым бойынша барлығы очкиімді сат деп сұрады. Комментарияда. Өзімдікімді. Иә. Енді содан кейін сондай идея келді. Айтпадым, менде ондай үйде 1000 очки бар деп, қайсысын депші. Бәрін сатам деп сразу. Сөйтіп. Жоқ, ол жақтан сенің жаңа Ушсонда істеп отқан, ашып отқан залыңа қарап, олар зал ашу деген ұсыныс білдірді ма саған? Ондай ұсыныс зал аш деген жоқ, бірақ открытый тренировка дейді ғой. Мастер-класс көрсетті. Мастер-класс көрсетті. Өте күшті. Иә, соны енді болашақта жаңағыдай Қытайда өзім белгілі менеджерім бар, сонымен бірге талқылап алдағы келесі Қытайға баруымды жоспарлап отырмыз. Соның ішінде барлығы бар, жаңа мастер-класс та бар, және қонаққа UFC-ның Қытай байыстары, және бір тағы да қыз байыс бар, соларды қонаққа шақырды. Бұйырса солармен барлығы жақсылап кетсе, жақсы болатын еді бұйырса. Енді сондай болады деген тілектеміз, ниеттеміз, Құдай қаласа. Енді мысалға бір елде осындай бір қарқынды танымалдық бола бастаған кезде киноға түсу, болмаса шоу программаларға шақыру дейтін нәрселер де болады. Мысалға бізде түнгі студияға шақырдық, Джек Чан келген, бізге. Олардың да сондай үлкен программалар бар. Мысалға I'm a Singer-да біздің Димаш Құдайберген. Енді былай Қытайды біз қанша былай деп айтқанмен де, олардың сол бір қазақтың әлемге танылуына себеп болды да. Мүмкін сенің де бағың әлемге танытуға осылай бірден бір бастап қадамдар жасалып отыр. Сондай шоу программаларын шақырып отыр ма? Ол ішкі Қытайда бұйырса соған шақыртып отыр жаңағы UFC байыстар. Соған ішкі Қытайға барамыз бұйырса. Осы 2-ші айдың февральдың басы ғой. Сол кезде сондай нәрселер көп болады деп ойлаймын. Өйткені мен бер жағында Шыңжаң несінде болдым ғой. Енді 3-ші рет барғанда ішкі Қытайға барамыз. Оның ішінде астанасы Пекинге барамыз. Сол жақта біраз шулатамыз деп ойлаймын. Иә. Енді сенің енді бәрі спорттық мансабыңды, пландарыңды примерно біліп отырмыз. Енді алдын ала көп алда ашып кеткімізге келмейді. Бірақ енді өзің жеке өмірі жайлы айтсаң, мына жақта енді зрениясы нормально, Қытайдың да қыздардың зрениялары нормально шығар деп ойлаймын мен. Енді сен көріп тұрып, қазақтың академик жігіті жап-жас үйленгенсің бе, үйленбегенсің бе? Мен бойдақпын. Бойдақсың. Бәсе настроение жоқ деп өзі. Яғни біздің Мұхаммад әлі бойдақ. Иә. Бұл да маркетинг үшін негізі жақсы. Иә. Яғни Қытайдың енді қысық көз қыздары да саған деп бізде де бір үміт бар екен деп жүрген шығар енді. Бірақ алдағы уақытта енді осындай жақын жылдарда отау құрам деген ниетің бар шығар? Ниетім бар бұйырса, иә, Алла жазса. Ол кішкене асықпай жүргенім. Жаңа ең бірінші әке-шешемнің жағдайын жасағым келеді. Ең бірінші, өйткені өзіміздің бауырымыз Еркебұлан Тоқтар деген бар ғой. Соның бір подкастында естіп қалдым. Әкемнің жаяу жұмысқа кетіп бара жатқанын көріп қалдым дейді да. Сол нәрсе ұқсап кетті да. Мен де сөйтіп әкемнің жұмысқа жаяу барған көріп, не болса да тәуекел деп, осы жолы жаңағыдай MMA, бокс бүкіл жағынан контрактты қойып, бұйырса әке-шешемнің жағдайын жасап, ең бірінші сол кісілердің разылығы ғой. Өте дұрыс. Соны алып барып үйленем деген ойдамын, Алла қаласа. Өте дұрыс. Тоже кішкене алға қатты жүгіріп кеткім келмейді. Керемет, дұрыс. Ол негізі әр қазақтың, әр вообще спортқа келген адамның, негізі спортқа келген адам біреуді ұрамын деп келмейді ғой. Бәрімізге мотивация әке-шешеміз жағдайы ғой. Негізінде қазақтың ұлы үшін, қазақтың баласы үшін бірінші мотивация әке-шешесі ғой. Ал оған пример көршінің баласы ғой. Любой, яғни көршінің баласын көрдің ба? Сірлік істеп жатыр ғой дейді. Сол сияқты көршінің баласы да мықты болсын, біз де мықты болайық. Ата-ананы да қуанту керек. Өте дұрыс, күшті мақсат екен, Құдайға шүкір. Енді бұл спорт енді андай ғой, көбінде жағдайда қанда болады да. Мысалға анау кәндекке қанша ет берсең де одан алабай шықпайды да. Ол қанда болмаған, ол қинаясаң да ол қинаямайсың, ондай болмайды да ол.
қазақта айтады, сүйреген ит аңға жарамайды дейді да. Ана қолыңа ұстап дейді, итпен аңға шыға алмайсың, ит түсіресің ба аңғатасың ба деген әңгіме ғой бұл жақта. Сол сияқты сен ол қалай дегенмен де сен қанша дайындалсаң да сенің бойыңда бұл қаныңда болу керек та. Яғни сенің әкең де осындай семьяңда осындай спортқа жақын адам болды ма? Болмаса аталарың да дегендей. Негізінде мамандық таңдаған кезде мен өзім туған ағам бар. Екеумізге де әкем өздерің таңдаңдар деп айтқан болатын. Ертең өздерің істейтін жұмыс деген кезде жаңағыдай жұмыс деген секілді емес, өзің жақсы көретін ісімен айналысқан секілді болу үшін өзі бізге ерік берді таңдайтын. Сосын мен 9-шы сыныптан кейін жаңағыдай спорт және физкультураға түсем деген кезде турникке кішкене слаб болатын. Сөйтіп турникке тартыла алмай тұрған кезде әкем ол кезде 50-де ма тұрып маған 50 жасында 12 рет па 15 рет подъем с переворота жасап берген. Көз алдымда. Іспен көрсетті. Яғни бала айтқан емес, көрген істейді дейді ғой. Саған үлкен мотивация болған шығар? Иә, сол өте үлкен мотивация болды. Ол профессиональный спортпен айналыспаса да, мен істей алмай жатқан нәрсені сен қанша жасың ол кезде? Ол кезде 16-тамын ғой. 16-та сен істей алмай жатсың, әкең 50 жаста істеп берді. 50 жаста істеп берді да, сөйтіп құрсын дайындалайық дедім ғой. Сөйтіп жаңағы оқуға түстік, Құдайға шүкір Көкшетауға барып 4 жыл оқып келдік. Сол кісілердің арқасында мінекей жаңағыдай спорт таңдау еркін бергеннен кейін жаңағыдай өзіміздің мансабымызда жақсы нәтижелер көрсетіп жатырмыз. Алдағы уақытта да Алла бұйырса көрсетеміз деген үміттемін. Сол үшін ең бірінші орында менде қазір ата-анам тұрады. Өте керемет. Қазір енді бізде де подкаст болғанмен де арасында рекламалық, жарнамалық бір үзіліс бар. Яғни ол үзілісте біздің осы қолда подкастын қолдап алғашқы болып еліміздегі мынау өндіріс, яғни производство жағынан өзіндік бір орын алған нарықтан PCA Group компаниясына алғысымызды айтқымыз келеді. Өйткені ол айтты, сендердің қолда подкасттарыңыздың құндылықтары өте жоғары екен. Сіздер жас спортшыларға салауатты өмір салтын насихаттау, елімізде сондай бір дұрыс түсініктерді қалыптастыру үлкен жұмыс істеп жатыр екенсіз. Біз де сізді қолдауға дайынбыз деді. Біздің осы подкастымызға қолдау білдіріп отыр. Соны алғыс айтқымыз келеді. Және де олардың мысалға көп қазір Қытай компаниялар Қазақстаннан келіп өндіріс ашып отыр ғой. Біздің PowerSlab командасы, сол отандық компания, Қытайдан 10 жыл бұрын завод ашқан. Қытайдан ашып, қытайларды заводқа жұмысқа алған. Яғни қазақтар, енді қытайлар оқитын кітапты қазақтар жазған деп айтсам артық болмайды деп айтамын. Сол үшін өзіміздің осындай қазақтың компаниясын қолдап кетіңіздер деп айтқым келеді. Енді спортсмен болсын, вообще бір үлкен мақсат қойған адамда бір үлгі тұтатын андай бір үйренеді ғой, бір адамға бір сондай болғысы келеді да. Ондай адамдардың саны қанша, олар кімдер? Менде негізінде осы спортты сүйіп, ММА-ға барып, жаңағы айтқан бойынша Макгрегор дүркіреп тұрған кезінде дедім ғой. Сол үшін Конор Макгрегорға қатты қараймын өзінің. Ол кісі өте шынайы ғой. Шынайы, сосын жеке тұлға ретінде өте қатты дұрыс қалыптасқан адам. Жаңа менталды түрде, психологиялық түрде киінетін стилі бар, өзін ұстауы бар, сөйлеуі бар деген секілді. Жекпе-жектің алдында бір нәрсені айтады, сол нәрсені жасайды. Мысалы 10 жыл айтамын ғой, жаңа психологияға келіп тіреледі ғой бәрі. 10 жыл ұтылмаған Жозе Альдоны психологически басына кіріп, ішінен үй салып алған ғой. Шығып 13 секундта ұйықтатып тастады. 10 жыл ұтылмаған адам. 10 жыл ұтылмаған. Сол үшін PowerSlabқа дайындалған кезде 1,5 ай дайындалдым ба, 1,5 ай сол кісінің бүкіл видеоларын, жаңағындай ментально дайындалғанын, қалай тренировкасын, қалай не істегенін барлық толықтай қарап шықтым. Сол кісіден кішкене үлгі тұтамын. Толықтай болмаса да алатын жерлерін аламын. Керемет. Енді біреулер ойлауы мүмкін да, енді ой, оның бізге там шоу элементтер біздің менталитет келмейді деп жататындар бар да. Мен айтамын да оларға. Біз 20 миллионбыз. Әлем 7 миллиард. 20 миллион адам асында, бірақ ар шетінде 6 миллиард қанша? 200 бір бәле 80 миллион ба? Сондай бола ма? Қанша болып кетті? Сонша миллиардқа ұнап атсаң, ол нормально. Кейін олар сенің сөзін сөйлеп, олар сенің жаңа шығып тұрған кезде біздікілер де сен жаққа шығады деп ойлаймын. Сол үшін карьераңның басында скромный болсаң, саған нан жоқ қазір. Карьераңның
кейін шарықтау шегіне жетіп Конор сияқты болған кезде сен қарапайым болып мүмкін сол кезде автобусқа кіріп бүйтіп жүрсең сен мүмкін әлем мынау неткен қарапайым деп айтуы мүмкін да. Сен естіп алған, сен жағдайыңды істеп қойған, сен уже танымал істеп қойғансың. Ал бірақ сен карьераң бастамайды, сені әлі ешкім 2 адам танымайды, сен скромный болған саған қате негізі деп ойлаймын мен. Иә. Ол стратегиялық түрде дұрыс емес та. Сен андай не деп айтады, Абай Құнанбаевтың да сөзі бар ғой. Ондай болмақ қайда деп деген нәрсе бар ғой, соның ішінде айтты. Ондай ұқсау деген нәрсе, еліктеу деген нәрсе дұрыс. Енді Конордың тағы қандай жақтарына отырсын енді. Киіну стилін примерно алып отырған байқадым мен. Иә. Анау очкиді потаскать сұрап алған жоқсың ба өзің? Конорға братан бір потаскать берсең дұрыс еді, бір нормальный бір шоуға бара қояйын деп едім депші. Жоқ, жаңағыдай киіну стилі. Мен өзі сол бала күннен өзім киімге қатты қарайтын едім. Студент кезінен бастап. Иә, студент кезде киімге қанша қарасаң да оған ақша жетпеуші ғой. Иә. Енді қазір анаңгін аласың, пирожтар ұрбай киінген жоқ шығар. Пирожтарға шапалағын беріп, потаскать алып кету деген нәрсе. Болды, ондай да, иә. Енді қазір Аллаға шүкір жұмыс істеп бүйтіп бастағаннан кейін ол да келіп жатыр ақырындап. Сол нәрсе және өзін сата білу, жаңағыдай. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, маркетинг. Адам өзін сата білу керек. Өйткені ана жерде қанша мықты байестар отырады, мысалы, неде, пресс-конференцияда. Қарап отырсаңыздар, неше зритель отырады, зрительдердің сұрақтары болады ғой. Вопрос к Конору. Екінші тұрады. Вопрос к Конору. Вопрос к Конору деп тұрады да. Қалған бәрі жай келеді сол неге пресс-конференцияға. Ана жерде сөйлейтін ғана Конор да, өйткені өзін сата алады, сөйлей алады. Өте керемет. Соны байқадың, өйткені сөйлей алатын спортсмендерді қазір тартады. Иә. Сөйлей алатын қай маман несі болса да, мысалы сен дәрігер болсаң да, сен мықты болсаң, сен мықты екеніңді өзің білесің, болды. Ал сөйлей алып, өзің біліммен бөлісе алсаң, өмірге деген өзіңнің позициямен, білмеймін енді, ұстанымдарымен бөлісе алсаң, сенің ерекшеленеді, өте күшті. Даже мысалы мынау қазақ тарихындағы Райымбек дейтін батыр білетін шығарсың. Иә. Райымбек батыр мынау Алматы облысына шыққан, мынау Райымбек ауданы жақта өз кезінде қаншама жекпе-жектер өткізген. Енді ол жорық кезінде, ол кезде маркетинг жоқ қой. Ол кезде батыр ғой, енді екінің бірі батыр. Сол кезде ол жорыққа шыққан кезде командаға, әскердің бәріне Райымбек деген ұран берген екен да. Өзінің атын айтқызған ғой. Ең бәрі шапқан еді. Райымбек! Енді мысалы хотя ол кезде Талғат дегенде бір мужиктар болды ғой, железді. Там басқа Асқар деген жігіттер болды, бірақ олар өзінің атын айтқызып қойған екен да. Райымбек деп айтты. Райымбек қалды қазір. Райымбектің атында көше бар. Райымбектің атында үлкен жерлер бар да қазір. Енді ол қатты скромный болды деп ойламаймын мен. Ол скромный болмаса басқа біреудің айтқызар еді ғой. Сол үшін нағыз Конорлар біздің тарихта да болған да. Жаңағындай Қабанбайдың өзін айтып тұрсың ғой, жаңағындай оның бәрін қайқа көмеміз деп тұр да, ол скромность емес та, ол уверенность та. Иә, уверенность. Сол уверенность деген нәрсені басқа нәрсемен шатастырып отырады. Қазір мысалы ММА саласында көбісі трэш-ток жасайды ғой. Иә. Уверенность пен жаңағындай шектен шығу деген нәрсені қатты баланс ұстай алмайды кішкене. Сол үшін қазіргі соңғы жаңалықтарға байланысты UFC-ден іш пыстыратын жаңағыдай өте қатты скромный дейді ғой. Сондай байестарды былай қарай жіберіп жатыр. Жайлап. Титр наршетіне шығарып отыр дейсің ғой. Дана Уайттың өзі айтты. Кім ішті пыстырады? Уволен деген секілді байестар. Жаңағыдай шығып күресіп, бүйтіп кетіп қалатын. Мысалы, мен өзім жаңа кәсіпқой бокс мансабында Америкада Golden Boy дейтін промоушн бар. Сол шоуда бокс өскен кезінде де ESPN дейтін телеарна келді. Телеарнада кәдімгідей осындай 5-6 журналист отырды. Сол 5-6 журналист бойдан бір күн бұрын менен сұхбат алды да жаңағыдай. Сөйтіп менің өзі 2 қызым бар. Өзім қыздарымның аттары Аниса, Амина. Сіздің Аниса, Амина деген қыздарыңыз бар екен деген. Мен шошып кеттім, ұрғым аяқтан біліп қойған деп. Сөйтсем мен тренеріме звондаған, мен тренер менен бір сұрап жүрген, сен қыздарың бар ма, бала шағаң бар ма? Иә, қыздарым аты осындай деген ғой. Соның өзін ақпарат ретінде жинаған ғой. Не деген журналистердің сондай кәсіпқой неде профессионалдар да өз істерін сен жайлы бүкіл ақпаратты беріп отыр. Ол қаяқтан шыққан, қаяққа бара жатыр. Ол маркетингтің үлкен бір несінен шығып кеткен. Сол үшін ойлаймын енді біз елдегі журналистер бар, қазір қаншама шоу программалары бар. Қазір анау біз айтады ғой енді Олимпиада чемпионы болғаннан кейін бізге қатты қолдау керек емес, негізі әлем чемпионы Конор Макгрегор Гена сияқты болып кеткеннен кейін Гена өзі біреуді қолдайтын адам өтші. Бірақ дәл осы сол мақсатқа баратқан жолда біздің қазақ спортшыларына қолдау қалай дегенмен керек. Яғни өзімізден, елден, мемлекет спорт басқармаларынан негізі қолдау керек. Сол себепті де қолдауға тұрарлық жігіт бар да, сүйрегенге жүретін дейді ғой.
мен өзіміз осы жаңағы осы қолдау подкастын ұйымдастырушы жігіттермен де қарап отырмыз да. Көп қазақтың жігіттері көп қой негізі мықты. Әрқайсысын бір шақырып қолдағымыз келеді, бірақ именно осының болашағы жарқын болады ау деген позициялардың ішінен өзіңіз таңдадық. Көп рахмет. Өйткені енді ілдеде бір жігіт барып осындай бір шапалақпен елдің атын білдіріп, өзінің кім екенін көрсетіп, қазақтың кім екенін көрсетіп кеткенің ол бізге бір мақтанарлықтай нәрсе. Енді жаңағы бойдақ біз деп айттық, бұл тақырып енді қалай дегенмен біздің мынау нәзік жандылардың аудиториясына қызықтау деп ойлаймын. Бұл Қытайда қаншама қыз көз қыздар қарап отқан шығар, аңдып отыр ғой олар да, бір удочка жүріп қойып мына жақта не болып жатыр деп. Әйел таңдауда сондай бір нерің бар ма? Өзіңнің ұстанымдарың бар ма? Бар. Әкең айтатын, болмаса ағаң айтады, болмаса көшеде үйреткен. Әйел былай ұстау керек, или анандай әйел болу керек деген сияқты поинттер бар ма? Түсінік бар ма сондай? Болса бөлсек еді. Иә, әрине енді ол қатесі болса, ол да оны біз сенің әр адамның өзі ойы ғой. Сонымен бөлісіп кетсең. Ең бірінші орында енді періште емеспіз ғой, бәріміздің неміз бар жаңағыдай. Красавчик. Қалай айтады? Минус дейді ғой. Иә. Идеальный емеспіз. Иә, идеальный емеспіз дейді ғой, сондай. Сондықтан ең басты сұрайтын нәрсе, жаңағыдай мен әке-шешем өзім қолымда болатыннан кейін. Кенжесіз дейтін. Иә. Менен кейін қарындасым бар, бірақ енді. Иә. Олардан кенжес. Иә, кенжесі мен. Әке-шешем қолымда тұратыннан кейін енді сол әке-шешемді разылығын алатын. Саған әке-шешең разын алуға көмектесетін. Иә, көмектесетін. Және жаңағыдай орамал кию қазір не? Иә. Бір киіп, бір шешіп нететін. Сондай тренд болып кетсің ғой. Тренд болып кетті ғой. Бірақ оны кәдімгідей жүрегімен қабылдаған адам болса болды. Ар жағынан жаңағыдай минус плюсмен бірге қабылдай береміз. Иә, өзіміз реттеп аламыз дейсің ғой. Былай деп қой. Иә. Дұрыс. Сондай, өйткені мен Астанада бас мешіт бар, үлкен мешіт. Сол жерде бас имам жұмысын жасайтын өзімнің ағам. Туған ағам ба? Туған емес, нағашым. Нағашы. Сол кісілердің жаңағы орталарымен жүретін кездер болады. Байқаймыз, қараймыз былай. Өте керемет мысалы. Ондай артық не жоқ. Бір-бірімен қалай айтады? Субординацияны өте қатты сақтайды. Бір-бірін қатты сыйлап тұрады деген сияқты. Сондай нәрсені үлгі қылып. Сондай талаптарым бар. Иә, мысалға мен ойлаймын, Қытай енді олар Қытай деген маркетингтің шегіне шығып кеткен ғой. Елде ояқта деген бір нәрсені сатудың мыңдаған түрі бар. Қаншама атақты адамдар шығып жатыр. Енді оларда бір атақты адамдар жоқ болғаннан сені атақтап отқан жоқ олар. Олар негізі кімді қадірлеу керек, кімнен болашақ көреді, олар соны біледі негізі олар. Сенің жаңағыдай шоу элементтарыңды көрді, сенің жаңағыдай олардың аты шулы бір атақты адамдардың шапалақпен ұйықтатып жібергенді көрді, бірақ сен одан кейін біткен жоқсың да. Өзіңнің қарапайым өміріңді көрсете алдың. Өйткені Қытайда жұмсақ күш дейтін түсінік бар. Мягкая сила дейді. Мягкая сила деген ол мынау қалай айтсам болады, жұмсақтық бар ғой. Оларда бүйтіп қалған адамдар, қытайларды ұмытпайды. Біздің қазақтар емес, олар да сондай да негізі. Оларда керек жерінде өзін көрсетіп, бірақ қарапайым өмірде өзін қарапайым ұстаған адамдар жақсы көретін негізінде. Мен енді Қытайда біршама рет болған кезімде Қытайдың мынандай сондай мягкий сила дейтін, оларда тайжи деген спорт бар. Естің бар ма? Иә. Тайжи деген спорт бүйтіп отады. Яғни жұмсақтықпен қарсыластың күшін өз-өзіне жұмсау деген түсінік береді да. Соған қатысты бір оқиға история айтып берген маған. Сол Қытайдың сол тайжидің бапкері, Джайлян дейді олар. Джайлян дейді ма солай? Тренер дегенде солай айтады олар. Ілгерде бір Қытайдың сондай бір ғалымы болған екен. Өте бір қарт жасқа келіп жақындап қалған екен. Сөйтіп оған айтады екен адамдар келіп, сен негізі ғалымсың, базар жоқ, сен білеміз, признавать етеміз. Бірақ анау басқа провинцияда сенен де өткен ғалым бар. Ол бірақ уже сенен де кәрі, анау сол өліп қалмай тұрып содан барып сәл білмей алмадың ба деп өтеді. Ол өлейін деп жатқан шығар деп ойлайды да. Болды дейді ғой, барады ғой. Қаншама жер жүріп барады анауға. Сөйтіп қаншама жер жүріп барып анау жаңа ученый тапқан ғой ғалымды. Сөйтіп есігін тақылдатса, анау атауы қарт екіп бітті, ана шал бар ғой. Есігін ашады да. Не әлі тілін көрсеткен ғой. Тілін көрсетті да, деді да. Ес жауап салған ғой. Ё-май, ана жанындағы бірге барған ғой ана адамдар соны үйін көрсетуге. Ой, бай, ренжімес дейді ғой. Біз кеш қаптым, алжы қапты ғой дейді да. Жоқ, ол маған үйретті дейді да. Қалай үйретті дейді, есті ашты, тілін көрсетті, қайда ес жауап салды ғой дейді да. Ол маған айтты дейді. Алдын ашты, тілін көрсеткенін себебі дейді.
менде 32 тіс болды дейді да, бәрі қатты болды дейді да, қатты болса да түсіп қалды дейді да. Бірақ тілім жұмсақ болса да әлі тұр деп айтты дейді. Жұмсақ болсаң сен ұзаққа барасың деп айтты дейді. Көрдіңдер ме? Үйренетін адам любой жерден үйренеді. Қазақта сөз бар, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді да. Қытайдан үйренетін нәрсеміз негізі өте көп біздің. Олардың еңбекқорлықтарын көрдің ғой, қандай кезінде осыдан бір 15-20 жыл бұрын кәдімгідей жолдар быт болып отқан жерлер анау көп. Жаңағы мен бар ғой, Шыңжаң өлкесінің бір шамасын білемін. Мынау Алтай өңірлерінде де былай КамАЗ жүріп өткен кезде свет өшіп қалатын болған екен, столб жоқ болған кезде нелер болған ғой. Мынау соңғы жылдарда өте резко даму пайда болды оларда. Олар мынау бамбук дейді ғой, бамбук ағашы бір шама 5 жыл бойы тек қана төмен өсіп кеткен тамыры реттеліп болғаннан кейін жоғарыға бір 6 айдың ішінде 5 метр өсіп кетеді. Яғни тамырды бірінші бекітіп алған ғой. Яғни мемлекеттің ұстанымы, жаңағындай коррупциямен күрес, болмаса жаңағындай стратегиялық даму өте күшті болды оларда. Сол себепті оларда осындай қарқынды даму пайда болып отыр да. Енді жаңа Қытайдың тарихын айттық. Енді саған ол как лайфхак ретінде ойында болсын. Не всегда жесткий күшпен ала бересің. Қытайдың ішінде кейбір кезде мягкость керек. Ол енді мен ойлаймын, біздің қазақ, біз менталитетіне кішкене жесткийміз біз. Байқайсың ба? Біз грубыймыз ғой, не тазаш, қылыш. Мынау біз екі сөзге келмей ұрып жібереміз деген сияқты кейбір темалар бар ғой мысалы. Сол үшін бұл өзің сияқты жас жігіттерге, горячий жігіттерге еске салу болсын, жұмсақтық бізде болған дұрыс. Одан кейін мынау сені қазір көп жастар көріп отыр. Анау ауылдан шықпағаннан кейін бізге енді шанс жоқ қой Америкаға баруға, там звезда болып кетуге деп. Анау раньше выстрела падать етіп отыр дейді ғой жаңағы. Анау орысша айтады, раньше выстрела не падает, оқ атылмай атып құлайтын тек қана қояндар ғой негізі. Оқ атылмай атып құлап отатындар бар да, уже анау жаққа бару мүмкіндік жоқ деп атады да. Соларға не дейсің? Сен де ауылдың жігітісің ғой былай қарағанда. Алға қойған мақсатқа сену керек. Армандау керек. Сол арманына сену керек, жұмыс істеу керек, аянбай. Болды, ол қалған бәрі Құдайдан өзі береді. Еңбектің жемісін береді ғой, қалай болса да. Сондықтан сенбеймін деген нәрсе, ой, поздно деген нәрсе, ондай ешқандай нәрсе жоқ. Енді кәдімгідей профессиональный карьераны 25 жасыма келіп 26-ға өттім ғой. Енді міне қатты қолға алайын деп жатырмын. Ол да поздно емес. Әр нәрсе өзінің уақытында болады, сондықтан андай поздно кеш болды деген жоқ. Уақыт жоқ, бүйтпейді, сөйтпейді деген нәрсе болмайды. Аянбай еңбек ету керек. Қалған әрекеті бізден, берекеті Құдайдан. Мощный. Керемет. Осы сөзді жазып қойыңдаршы. Мен қасын жазып деп. Қытайша осыны кейін переводын қойшы осы жаққа. Әрекетке берекет деп тұр ғой. Сол мінекей Powerslab'тан келгеннен кейін, Қытай қатты шулағаннан кейін мінекей ең бірінші қолдап жатқан ағаларымыз өзі сіздер ғой. Басында Қосшыда Ғалым Жасланов деген ағамыз бар біздің. Ғалым Жасланов деген ағамыз бар. Ол Найза лигасында төбелеседі. Огурцы, помидор деп шақырады. Орыстарда пельмен деген жігіт бар. Болды, анау. Чаж ғой. Ол кісі деген қазақ десе жан беруге дайын. Өте шоумен жігіт қой еще. Өте мықты жігіт, мықты кісі ағамыз. Ол екеуміз бір жерде тұрамыз. Сол кісі шақырып ат мінгізген ағалардың ең біріншісі. Міне. Қолдап, одан кейін Айтымның қасында доктор кісі бар. Айтым Жакупов. Айтым Жакуповтың жаңағыдай үлкен-үлкен кісілердің емдейтін кісі бар. Фақат деген сол кісі. Ол кісі де өзінің қолдауын білдіріп, мінекей. Сіз барсыз, сіздерге көптен көп рахмет. Енді бізде енді біз қолды подкастынан бөлек өзіміздің Айдар бокс академиясы бар. Білесің бе? Бізде енді алғашқылардан болып Америкадағы жаттығу жүйесін әкеліп, осы қазақ жастарымен бөлісейік деп Айдар бокс академиясын ашқанбыз. 10 жылға тарта уақыт болды қазір елімізде. Мынау Арбатта орналасқан. Саған енді залымыздың өмірі қаншалықты болады біз бұраудай біледі енді. Бірақ соған пожизненный абонемент саған қолдан келгенше әрқашан есігіміз ашық. Өзім жеке бапкерімде болып, осы именно удар қою дейтін теманы бірінші осы елімізде мен шығарым таратқан. Сол удар қою деген нәрсе жағынан да бізде де есіміз ашық. Соны атап өткім келеді. Қуаныштымын. Тағы да жандай ағалардың атын айту керек. Ол қолдап кеткен оны кейін емес, осындай кезде айту керек қой. Жақсылығын айт дейді ғой. Содан кейін көп жиі сұрақ қойылатын, басқаша ойлап қалатын адамдарға айтқым келетіні, Мұхит Амантаев деген ағамыз бар ғой. Соның інісісің ба деп сұрайды да, мен атым Мұхаммед Амантаев. Мұхит Амантаевтың інісісің ба деп сұрайды. Мен айтамын, жоқ, ол біздің үлкен ағамыз енді. Ол кісінің де залына бір кездер барғам.
мінекей алдымызда жекпе-жегі болайын деп жатыр, ол кісіге сәттілік жаңағыдай. Сол кісінің былай қазақи тұрғыдан бауырмын. Иә. Бірақ былай оның інісі емеспін, бір фамилиямыз бір. Иә. Бәріміз сөйтіп ойлап қалдық басында. Амантаев баяқтан тағы біреулер дайындап отыр ма деп ше, туған інісі бар ма деп. Өте керемет. Енді Қытайға өзімізде барып жүргенде бірден бір жолығатын проблема, олардың тамақтары өте ашты. Ашты болады. Қалай болды? Бұлай барған кезде бір 5-6 қаза алып, бір қымыз құйып алып деген сияқты мүмкіндік болды ма? Жоқ, ондай мүмкіндік болған жоқ. Мен барғаннан кейін мен қазақ ағаларымыз қарсы алды. Қазақи нелерге барып, жаңағы ресторан, сол жерлерге барып отырдық. Қазақи тамақтар болды, бірақ оған да ащы салады екен да. Оған да ащы салмай екен. Сөйтіп теріп етін жеп сөйтіп не етпесек, былай ащы тамақ ащы ғой енді, жаңағыдай бетінен нелер шығады деген секілді. Қатты күнде жеуге келмейді енді, арасында бір жеп қоймасақ. Енді былай қалай айтсам болады, бұл спорттың, мен әрқашан айтамын ғой, біреу барис жеңе ма, боксер жеңе ма деген сияқты, болмаса бір Брюс Ли жеңе ма, Джеки Чан жеңе ма деген сияқты сұрақтар болып кішкентай кезімізде. Сол сияқты сұрақтар көп қой. Былай қарасаң енді пауэрслэпті көбі мынау спортшылар спорт деп қабылдағысы келмейді. Ол әңгіме бар. Қалай болсын, шапалақ ұрасың, ұйықтатып жібересің деген сияқты. Бірақ енді мен айтамын, ән айтсаң да дауысың қырып айтасың. Оңай нәрсе емес қой ән айтудың өзі. Бәріміз әнші көтпейміз әйтпесе мысалы. Енді шапалақ, мен әрқашан айтамын, бокс мысалға қатты ұруға емес, қатты соққыны көтеруге үйрететін спорт деймін да енді. Соққының әртүрлісі бар ғой, өмірдің соққылары бар. Енді былай ударында соққысы бар ғой, кәдімгі физически ударында. Енді ұру жағын жарайды. Соққыны көтеру жағынан бұл қалай? Сосын бұл сен үшін қандай спорт деп айтуға келетін дүние ма, жоқ қалай? Соны өзің ойың осы пауэрслэпке қатысты. Мысалы, көп айтады, ол спорт па, сонда ол спорт емес па, жақ қана шоу ма дейді. Оны мен соның үстінде жүрген адамға қоямын дедім жақында сұрақты. Бұл пауэрслэпті мен өзім спорт деп есептемеймін. Бұл шоу. Өйткені қазір мысалы мынау адамдар адреналин алғысы келеді көріп. Мысалы жаңа нокауттар көреді бокста, сол жерге қатты не алады адреналин. Енді қазіргі адамдар шыдамы 25 минутқа жетпейді. Өзіміздің де шыдамымыз жетпейді ғой қазір. Ютубтан бір жерден реклама шығып қалса, кішігірім тез өткізсек қой. Баяғыда бірақ біз телевизор көрген кезде отыра беретінбіз. Дәл сондай қазіргі адамдар 25 минут қашан нокаут болады екен деп күтіп отыра алмайды да. Сондықтан тез ұйықтатып, тез адреналин алу керек та бұл кісілерге. Менше сен де тез ұйықтата бер енді, құдай қаласа. Енді және бұл жерде мен ұйықтатам, немесе мен ұйықтата алмаймын деген нәрсе жоқ. Бұл жерде бір рет ұйықтатсаң, екінші рет құлап қалуы мүмкін да, өйткені өзіңіз білесіз, адамды құлатуға андай ауыр қатты соққы керек жоқ. Бұл жерде точность дейді ғой. Точность болса, жаңағы өйткені біреу құлатып атады, келесі бойын қарасаң құлап атады. Бірақ бір-екі лайфхактар бар. Кәсіпқой боксшы ретінде айта жүрейін. Мен өзіме де кейін таман былай ашылды. Бірақ енді оның бір ғылыми дәлелі бар ма екен мен білмеймін. Мысалға, сол кәсіпқой бокс мансабымызда жаңа Америкада мексиканецтер ғой енді. Бұяқта Америкадағы кәсіпқой бокс рингінің 50%-тен көбін мексикалықтар алады. Өйткені оларда біз мысалы қазыны қай ата-бабамыздан бастап жеп келе жатырмыз ғой. Оның бізде уже профессионал жасаймыз да біз. Бұлар кәсіпқой бокс жасап келе жатыр да. Біз профессионал бокс endен шығып жатырмыз ғой. Мысалы Гена бар. Олардың 800-150 жылдар төбелесіп жүрген адамдар ғой бұлар. Сол заманнан бастап уже кәсіпқой боксты зерттеп тастаған. Сөйтіп бұл мексиканецтардың бастарын ұра берсең де құламайды көбісі. Бірақ іштерінен ұрсаң құтап қалады. Іштерінен ұрсаң іштері слабый. Әр ұлттың өзінің сондай бір биологиялық па және физикалық өзгерістер, ерекшеліктері бар екен. Сосын неге бұлардың бастары сондай құламайды, удар қатты көтереді мысалы. Көбін қарасаң, кейбіреулерінде айтады мынау біріншіден жақты качать етеді дейді, ол жақты качать етуден бұрын мойын качать етеді дейді, оны бәріміз істеп отырық. Сен де істеп отқан шығарсың. Сосын мынау адамның одектісі бар ғой. Ең соңғы тістерін мынау стоматологтардың өзімен сөйлессең де соңғы түп тістерді алып тастайды негізі. Өйткені ол соңғы тістерде көбінше дұрыс тазаланбай қалады, сол олар құрттап кетуі мүмкін дейді. Сосын қасындағы тістердің құрттап кетуіне себеп болады дейді. Сосын енді ол нокаут қай кезде болады? Жаққа удар тигенде осындағы нервтар арқылы мидағы нервтарға сигнал барып, содан отключка береді. Сол түпкі тістерді алып тастайтындар бар екен. Білгенсің ба бұны? Өйткені нервный окончаниялардың беттен азайтқан сол себепті де удар оған миына бірден бармайды дейді. Осындай нәрселер бар екен. Бұны да біле жүру керек деп ойлаймын. Сосын жақты обязательно качать ету керек. Сосын мынау
специально сондай резиналар болады Иә. жақты качать ететін осында качать ету керек оның да бір енді оның өзі саған 100% гарантия бермейді енді бірақ все-таки да сосын қатты удар қою деген нәрсе енді көпшілік ойлайды жаңағыдай күшің болса болды деп ше негізі одан адамның жағына 12 килограмм удар жасайды дейді негізі ше просто резкоспен келу керек та ол мысалға мылтықтың болмаса пистолеттің 9 грамм ғой бірақ скорость убивает деген газ тамада дейтін Майк Тайсон тренер ғой оның сөзі бар скорость убивает дейді жылдамдық өлтіреді яғни сенің соққыңа жылдамдық қосылған сайын сенің соққың жойқын болады яғни сен осы тарапта да мысалы скорость үшін бір нәрсе дайындадың ба қандай көбінесе жаттығулар істейсің көбінесе мен резина тартамын сосын гантельмен бұрын бой істеген школа қоятын кезде гантельдерді лақтырамын соңында ең соңында сосын мынандай доптар бар ғой медбол соларды стенаға көбірек ұрамыз сондай кішігірім білетін жаттығуларды қайта күнде тұрақты түрде істей бердім қайталау күнде ал тамақтану жағынан өте қатты не болды строго өйткені 13 келі қудым бір жарым ай ғана қалды уақыт менде бір жарым айдың ішінде 13 килограммды қудым күнде тренировка аптасына 6 күн 2 тренировкадан воскресенье бір тренировка күнде солай тренировка істеп жүрдік тамақтану жағынан жаңағыдай белок көбірек болды менде тұзсыз қантсыз несіз белок көп болды углевод орташа болды жир деген нәрсе вообще болған жоқ солай тамақтанып өз-өзімізге тамақ пісіріп және сондай кезде жаңағы отырыс нелер көбейіп кетеді ғой үйде манты пісіру деген үйде холодильник толып кету деген кездер сол кезде кішкене срывтар болғысы келеді сосын бізде анау тойға шақыру дейтін нәрсе де болып отыр ма қонаққа шақыру деген нәрсе осы кезде енді подкаст барысында да айтқым келеді біздің қазақтың ағалары енді қазір енді шақырған жеріңе спортшы бармай қалса өзінше болып кетті деген түсінік келіп қалады барсаң вес ұстау керек болады енді барып біреудің дастарханынан біраз теріп жеп отырсаң тағы бір түрлі негізі бармаған дұрыс өзің білесің режим сақтаған дұрыс көп жағдайда біздің осы қазақ спортын құртатын нәрсе мынау семізді қойға ғана жарасқан дейді ғой бізде қолпаштау көп та негізінде кейбір жерлерінде ше енді ат шығып кеткеннен кейін анаған шақырды маған шақырды бармасаң ренжу дейтін нәрсе бар сосын ағалар Мұхаммадты әзірге тойға көп шақырмаңыздар оған қазір өзінің карьерасына фокус қою керек сосын дайындығын жалғастыру керек алдағы уақытта енді мысалы қара сен қосшы ауылынан не Астанаға не Алматыға көшіп келу ниеті бар ма бар негізінде Көкшетауда өзімнің командама бұрынғы баруға немесе Астанада немесе Алматыда деп ойлап отырмын өйткені Алматыда жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз сіздің мықты залдар көп сосын мына жақта Алматыда мына сақ протеин дейтін зал бар сол жерде Қытайдан келген қазақ бауырларымыз сол жақта ММА-ға шығатын жігіттер көп кәсіпқой боксқа шығатын жігіттер осы жақта базироваться етеді көбі сосын Найза бар Октагон бар көп промоушндардың осы шоғырланған жері осы жақ оны да байқадым жаңағыдай көп жігіттерін танимын сол енді бір кішігірім ойланып толғанып әдемілеп алдағы мақсаттарını дұрыстап қойып үйдегілерді ренжітпей баталарын алып бірақ көшпесем алып сразу көшіп кететін нәрсе емес әрине жөн екен сондай нәрсе енді шындығына керек бұл андай вопрос деп айтады ғой енді әр кухняның мысалға біз өзіміз сол ел туын көтеріп міне Америкаға барып дәлелдегеннен кейін ғана бізге бір спонсорлар шыға басады қазір елімізден сондай спонсор болып отқандар бар ма шықты ма былай айтарлықтай осы жерде рахмет айтуға болады болмаса әлі жоқ болса оны ашын айту керек өйткені қалай дегенмен де ол әр спортсмен ол біздің ғана басымыз емес Шафқаттың да басынан өткен Генаның да басынан өткен қолдау болмаса спортшыға ол мүмкіндік жоқ и ол қолдау бәрінде уақытылы бола бермеген сенің жағдайыңда қалай мен жағдайымда жаңағыдай айтып отырмын ғой Ғалымжан деген ағамыз бар ол өзі спортшы ғой өзі спортшы ол кісі қолдап ат мінгізіп оның қасында қанша аталмай қалған ағаларымыз бар одан кейін чемпион каз деген нені білесіз ғой бренд қазақи спортивкаларды тігеді сол тараптан мені басынан аяққа дейін киіндіріп жаңағыдай спортивка артына атымды тегіммен жаздырып толықтай киіндірген сондай ағаларымыз бар жаңағыдай Фархат Равилов деген ағамыз бар емші Айтымның Жакуповтың үлкен кісі сол
енді ағалар бар. өзің қолдан келетін енді былай да енді ол жаңағы скромность дейді ғой. Иә. Бәрімізде де скромность бар да. Бірақ айтпасаң сөз жетім дейді ғой. Бақпасаң жер жетім дейді ма, жыртпасаң жер жетім, бақпасаң мал жетім дейді жаңағындай. Қысқасы менің ойым біздің елдің спортшыларын бірінші болып еліміздің компаниялары қолдау керек негізінде. Иә, енді қазір налог бүйтіп кетті, налог сөйтіп кетті. Мысалы, Америкада налог көп білесің. Америкада налог біледі, сен налогыңның бірақ Американың енді үлкен ғой, енді әлемде, по-моему, мен білуімше 3-4 орын алады жер көлемі бойынша Америка. Жолдары идеальный ғой. Анау деген енді өте идеальный, жолдары өте керемет істелген. Жолдың бойында сервис тамақты, анау қар түсіп отқанда жерге түспей алып кетіп отатындай техникалар бар ғой, ондай. Сосын көп жерге билбордтар жасап қояды. Жолдың кісінің көңілден шықса, жолдың шетіндегі сервистар көрінген жерде тамақ ішетін жер бәрі реттелген да, бәрі ұйықтайтын жер бәрі реттелген. Қауіпсіздік өте мықты сақталған. Егер сіз бұл жолдарға риза болсаңыз, сіз біліңіз, сіздің бұл салқыңыздың арқасында дейді да. Сізге сол үшін рахмет айтамын дейді. Сіздің налогыңыздан солайға төленіп отыр дейді да, жолға кетіп отыр дейді. Біздің елде налогын төлеп отыр ғой, қаншама бизнесмендер налогын төлеп отыр. Әңгіме жоқ, ол жолға кетіп отыр ма, бірақ қай кетіп отқанын біз білмейміз негізінде. Бірақ бірден бір енді спорт туризм басқармасынан болсын, басқа да сол салық комитетіндегі ағаларымызға да айтқым келеді да енді. Америкада сол үлкен компаниялар егер бір атышулы бір спортсменді жоқ, спонсорлық танытса, қолдау көрсетсе оларға кішкене налогтан жеңілдік бар екен. Енді бізде аты шыққан спортсмен бір кезде қарасам бір ол қанша аты шықса да енді ол артында көп ақша жоқ қой оның. Оның да бала шағасы өсіп келе жатыр, оның да бала шағасы ауа жұтпайды, тамақ керек оған, әке-шешесіне жағдай істеу керек, үйіне бір апару керек қой енді. Сол кездерде ол спортшылар анау үлкен бизнесмен ағаларымыздың қасында жүрді да. Енді ол ашпала мен тоқпала ойнамайды, қалай дегенмен бизнесте жүрген ағаларымыз олардың режимдері жоқ та. Олар көп встречаларда отыра береді, тойға отыра береді. Сосын айтады, бауырым бізге келіп кетші, мына жаққа дейді да. Кезінде бір-екі рет көмектескен, енді олар ойлайды енді бір спонсорлық танытатын шығар, қасында жүреді. Оның режимі жоқ, ананың қас-қабағына қарайды. Ол болып жатқан нәрсе. Мен де бір шамасында өзіміз де соның қатарында жүрдік деп айтсам болады. Сөйтеді да, енді ол ертең режим бір сақтамайды, екі сақтамағаннан кейін оның карьерасында кішкене жеңілістер пайда болып бастайды. Сол кезде оны ұмытып кетеді да, оны зияны тиеді. Ал Америкада ол қалай? Америкада сен атың шығып жатқан спортшысын, енді саған бизнесмендер өздері шыға бастайды. Неге? Өйткені сені спонсировать етсе, оның миллиардтап төлейтін налогын біршама азайтып бере аласың. Сен оған пайда аласың да. Сосын ол сенің қасында жүреді да. А то бізде бүйтіп тигр болып рингта тигр болып жүрген жігіттерді мына жаққа мысық қылып жібереді да. Аға, не ғой, былай деп қас-қабағына қарайсың. Қатты күлкілі емес нәрсе айтса да, деп андай күлкілі жіберіпші. Ол да неге дұрыс емес та. Жігіт болу керек, қойын жылқысын бағу керек дейді да. Ол спортсмен, ол жылқышы баққан жігіт сияқты жүру керек та ол. Ешкімді көрмеймін. Ал енді бір бизнесменнің қасында жүріп, оның қас-қабағына қарап, қашан настроениесі болады екен, қай кезде күлу керек деп жүруге ол неге дұрыс емес та. Ол жүйені ұстап қою керек деп ойлаймын. Сол үшін мен ойлаймын, дәл өзің сияқты жастар бізде көп әлде. Көп ашуланып жүрген жігіттер әр ауылда бар. Бірақ енді дәл енді мен айтпаймын, енді кішкентай юнош кезден бастап ештеңе дәлелдемеген балаға бір нәрсе сала беруінде қажет жоқ, ол да артық шығар. Бірақ бұл басы бар. Алғашқы халықаралық жарыстарда жеңіске жеткен өзің сияқты көзге түскен жігіттерге біздің елімізден қолдау керек. Елімізде жоқ болса амал жоқ, қаншама ұлттық деңгейдегі және трансұлттық компаниялар бар да, үлкен компаниялар бар. Енді отандық сен өзің сияқты спортшыларды қолдаса деген сондай қолды подкастың асты сол да. Қолдаса екен. Өйткені бір жерден сенде спонсордан түбегейлі алып тұрған айлық жоқ қазір сенде. Жоқ. Айлық жоқ. Рекламный контрактың жоқ Қазақстанда. Жоқ. Қазақстанның компаниялары болашақ жұлдыз, онымен қазір осы уақыттарда сөйлесіп үлгерсеңіздер үлгеріп қалыңыздар. Кейін енді қалай айтса болады, қолда барды алтынның қадірі жоқса, ертең кетіп қалған кезде қап деп қалмаңыздар. Неге десеңіздер, ол кезде келсеңіздер де, ол кезде сол санның артындағы нольдардың саны көбеюі мүмкін да контрактта. Солай емес пе? Құдай қаласа. Сол күнге жететін болайық бұйырса. Сол үшін де мен әркез айтқым келеді, анау комментарияда жеңіліп қалған кезде, жерден алып жерге сауатады ғой. Сол кезде айтамын, жігіттер, енді действительно сіздер егер спонсор болып сөйтіп қолдап, сосын ол ұтылып қалса, жарайды, сендерге просительно сендер жазыңдаршы деймін, ақша салдым, бүйттім, сөйттім, бұл қадалып қалып,
вообще автомат деп жазсаң болады. Иә. Бірақ сенен бір тиын алған жоқ. Сен көтермеген туды осы көтеріп жүрген кезде бар ұтылып қалса, сен наоборот бұны қолданыр. Хотя бұл тырысып жүр ғой деп. Иә. Ал егер енді жағдай бар да, енді компаниясы жүріп жатыр, қолда жоқ болса амал жоқ, бірақ бар болып тұрып қолдамау енді оның бизнесмен болса да оған сын деп ойлаймын. Сол үшін жігіттер, мен ойлаймын, қазақтың қаншама жомарт жігіттер көп, ағаларымыз көп, өзімізге де бір шамасы қолдау көрсетті. Амантаев Мұхаммад бауырымызға қолдау күтеміз. Иә, қолдау күтеміз. Не дейді жаңағы, өз ағаласын ағалаймаған, ел ағасын жағалаймайды дейді. Бізде ағаларымыз көп. Иә. Құдайға шүкір. Енді Қытай признавать етіп отқан адамды 1,5 миллиард аудитория признавать етіп отқан аудитория жігітті 20 миллион болып өзіміз қолдау керекпіз. Біздің қолда подкастымызға уақыт бөліп келген үшін үлкен алғыс айтамыз. Енді мынау қолда подкастында мынандай бір не бар, рубрика бар, алғыс айту дейтін нәрсе бар да. Өйткені действительно, егер жаңағыдай ағалардың аты аталмаған болса, біз ұмытып кеткен болса, қап осы бір ағамыздың атын айтып, кейбір кезде болады, мынау қарның аш кезде бір қара нанды бөліп берген адамдардың аттарын айтқың келеді. Ол миллион бермей қойсын, бір бәле бермей қойсын. Бірақ сол бір жаңа шапан жапқанын айтып отырсын, біреу киім кигізгенін айтып отырсын, ол өте керемет та. Ол жақсылықты айтпаса да көрінеді ғой негізі. Бірақ егер айтам десең, осындай бір мүмкіндік берейік. Иә. Біліп жүрсін. Біріншіден ата-анама тым мені алаңдатпай дайындал деп айтқан кісілерге көп рахмет. Одан кейін мінекей Ғалым ағамыз бар, Ернар ағамыз, Самат ағамыз, Парасат аға, кім тағы, Фархат ағаға көп рахмет. Көп қолдаған осы жарысқа барып келгеннен кейін, барғанға дейін, барғаннан кейін Еркебұлан Жандаулов дейді, жаңағы бодибилдер, салмағымды қараған кісі ғой. Иә. Біліммен бөлісіздер же? Біліммен бөлісіп, мен полный салмағымды басынан аяғына дейін қараған. Сол, осы кісілерге үлкен рахметімді айтамын. Және өзімнің қасында досым бар, Мұхаммед деген, аттасын. Екеуміз бірге бапкерміз. Екі жерде бірге жұмыс істейміз. Мына жақтағы жұмысымды да, мына жақтағы жұмысымды да осы пауэрслэпқа дайындалған кезде өзі үшін де, мен үшін де жұмыс істеп берген. Мен алаңдатпау үшін. Мұхаммед оның да? Мұхаммед оның да. Мұхаммед бауырым. Бұны действующий спортсмендер дейді ғой, играющий тренер дейді, ол солардың мен өте энергияларын мен білемін да, өте қиын жұмыс ол. Екі жерде екі адам үшін жұмыс істеу деген өте үлкен бір жауапкершілік. Сенің жоқтығыңды байқатпай, сол уақыттарда сенің энергияңды үнемдеп, ол керісінше өзі барып жүр да. Мен бауырым, Құдайдан қайтсын. Алматыға кел, міндетті түрде сені күтіп аламыз. Сол, шақырғандарыңызға сізге көп алғысымды айтқым келеді. Айдар аға, сізді білеміз, өте жүрегіңіз кең. Рахмет. Көп рахмет. Мен де өте қуаныштымын. Подкаст деген нәрсені естігенде, енді біз YouTube-тан ғана көретін нәрсе ғой. TikTok-тан подкаст беріп жатыр деп. Енді осыған да Құдай алып келді. Көп рахмет сізге. Енді дәл осы подкасттың үстінде шақырғым келеді. Ертең егер ат үсті асықыс болмасаң, Айдар бокс академиясына да шақырып, сенімен тағы бір-екі лайфхактармен бөліскім келеді. Өйткені ол енді қаншама кәсіпқой бокс мансабымыз үйренген. Білесің ғой, тоңқыстар бар. Осы тоңқыстармен сенімен бөліскіміз келеді. Сенен үйренетін нәрсе өзімізде үйренгіміз келеді. Залда күтеміз. Болды. Көп рахмет сізге.